Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Табиғат, тіршіліксің тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа құнықтырған. Сабақтың тақырыбы антиденелер құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы. Сабақтың мақсаты білімгерлерге антиденелер құрылысы мен құрылымы туралы білім беру. Сабақ жоспары: кіріспе, антиденелер мен немесе қарсы денелер, антиденелер қасиеттері, адамда иммуноглобулиндердің 5 негізгі кластары, антидененің құрылымы, қорытынды. Кіріспе 60-70 жылдары Портер мен Эдельманның жұмыстарында антидене молекулаларының құрылысы мен иммуноглобулиндердің негізгі фрагменттерінің рөлі толық шешілген. Антиденелердің белсенді орталығының құрылысы мен орналасуы және әр кластағы иммуноглобулиндердің химиялық құрылысы мен айырмашылықтары көрсетілген үшін Портер мен Эдельман 1972 жылы Нобель сыйлығына ие болған. Антиденелер немесе қарсы денелер. 1. Адам мен жануарлар организміне енген жат бөгде ірі молекулалы протеиндік заттарға қарсы иммундық реакциялар нәтижесінде түзіліп, олардың зиянды әсерлерін жоятын протеиндік заттар. 2. Адам және жылы қанды жануарлар денесінде пайда болған антигендерге қарсы қан плазмасында түзілетін ақуыздық заттар. 3. Антиденелер ағза иммунитетін күшейтуде маңызы үлкен. Антиденелер өзінің химиялық құрылымына қарай ақ зат, қан сарысуы бола тұрып, гликопротеинтерге жатады. Иммуноглобулиннің молекуласының барлық кластары полипептидті тізбектен тұрады. 2 бірдей ауыр тізбектен H және 2 бірдей жеңіл тізбектен, яғни бір-бірімен дисульфидті көпіршемен біріккен. Бірінші тапсырма биологиялық диктант. 1. Жылдары мен жұмыстарында антидене молекулаларының құрылысы мен иммуноглобулиндердің негізгі фрагменттерінің рөлі толық шешілген. 2. Портер мен Эдельман жылы Нобель сыйлығына ие болған. 3. Ағза иммунитетін күшейтуде маңызы үлкен. 5. Антиденелер өзінің химиялық құрылымына қарай бола тұрып гликопротеинтерге жатады. 5. Иммуноглобулиннің молекуласының барлық кластары полипептидті тізбектен тұрады. Антиденелер қасиеттері. 1. Спецификалық қасиеті. Иммуноглобулин тек арнайы антигенмен қарым-қатынасқа түседі. Онда антидене белсенді орталығы антидетерминант, антигендер белсенді орталығы детерминантпен байланысады. 2. Валенттілігі. Иммуноглобулин молекуласындағы антидетерминанттың саны көбінесе еківалентті, бірақ кейде 5-10 валентті антиденелерде кездеседі. 3. Аффиндігі. Олардың байланысы өте мықты. Антидетерминант пен детерминант байланысы. 4. Авиттігі. Антиген мен антидене байланысы тұрақты. Олардың байланысуы жылдам және толық. Олар әртүрлі жасушалармен байланысады. Екінші тапсырма эстафеталық ойын. Термин синоним. Спецификалық қасиеті, валенттілігі, авиттігі, аффиндігі синонимін табамыз. Адамда иммуноглобулиндердің 5 негізгі кластары бар. G, M, A, D, E. Бұл иммуноглобулиндер кластарының әр қайсысы өзіндік құрылысты болады және белгілі бір жұмыс атқарады. Олардың барлығы 2 түрлі полипептидті тізбекті жинақталған агрегаттардан тұрады. Оның бір тізбегі жеңіл, екіншісі ауыр деп аталады. Иммуноглобулин М эволюциялық дамуда ең көне иммуноглобулин. Молекулалық салмағы 900 000 дальтон. Аутоиммунды ауруларды қолдайды. Қан сарысуында 0,4-2,2 грамм литр. Молекуласы ірі 5 мономерден құрылған.
10 белсенді орталығы бар. 1-ден 5 антигенді байланыстырып организмнен шығарып жібереді. Иммуноглобулин G молекулалық салмағы 150 000 дальтон. Ол плацентаға кіре алады. 23 тәулік бойы ұзақ өмір сүреді. Иммуноглобулин E'нің молекуласы 200 000 дальтон. Тінде, шырышты қабықтарда, теріде жиналады да, жасушалармен бірігіп, аллергиялық қабыну береді. Қан сарысуында 0,125 мг/литр. Жартылай ыдырауы 2-3 күн. Иммуноглобулин D молекуласы 180 000 дальтон. Жартылай ыдырауы 3 тәулік. Жақсы тексерілмеген. Тек қана В жасушаларының антиген танитын рецепторлары ретінде жүруі белгілі. Иммуноглобулин A'ның сарысулық және секторлық түрлері бар. Сарысудағы деңгейі 0,8-3,7 грамм-литр. Қан айналымдағы микробтарды және токсиндерді бейтараптайды. Иммуноглобулин А түкірікте, көз жасында, асқазан ішекте, өтте, қынап секретінде, өкпе, бронх, зәр жыныс жолдарында бар. Нәресте иммуноглобулин A'ны ана сүтінен, уыз сүтінен алады. Иммуноглобулин А микроорганизмдермен байланысып, оларды шырышты қабыққа тұрақталып орналастырмайды. Үшінші тапсырма тест сұрақтары. 1. Эволюциялық дамуда ең көне иммуноглобулин. 2. Молекуласы 180 000 дальтон, жартылай ыдырауы 3 тәулік, жақсы тексерілмеген, тек қана В жасушаларының антигенмен танитын рецепторлары ретінде жүруі белгілі. 3. Сарысудағы деңгейі 0,8-3,7 грамм-литр. Қан айналымдағы микробтарды және токсиндерді бейтараптайды. 4. Молекуласы ірі, 5 мономерден құрылған. 10 белсенді орталығы бар. 1-ден 5 антигенді байланыстырып, организмнен шығарып жібереді. 5. Максималды өнімі антигенді арасы 30 күн өткенде қайтадан еккенде ғана дамып, иммундық толық жауап және иммунологиялық естелік пайда болады. Антидененің құрылымы 2 тізбекшеден тұрады. 2 ауыр, 2 жеңіл. Әрбір тізбектің 2 бөлігі болады. Тұрақты, вариабельді. 4-ші тапсырма терминдер анықтамалар. Берілген сілтеме арқылы орындау. 1. Антиденелер. 2. Қалыпты антиденелер. 3. Инфекциялық антиденелер. 4. Инфекциядан кейінгі антиденелер. 5. Вакцинадан кейінгі антиденелер. 6. Моноклонды антиденелер. Қорытынды кластер қорғайсыздар. Берілген тапсырмалардың жауабын платформаға жүктеңіздер. Бағалау критерийлері. Биологиялық диктант 5 ұпай, эстафеталық ойын термин-синоним 5 ұпай, тест сұрақтары 5 ұпай, терминдер анықтамалар 5 ұпай. 18-20 ұпай 5, 17-15 ұпай 4, 13-15 ұпай 3. Сабақтан алған әсерлеріңіз туралы платформаға SMS хабарлама жазыңыздар. Үй тапсырмасы антиденелер құрылысы мен құрылымы туралы берілген сілтемесі бойынша қосымша ақпарат дайындау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.